Аулалар, гараж корпоративтері, вокзал маңы алаңы. Қаладағы бұл орындарды күн сайын Петропавл қаласының полиция басқармасы қабылдау тарату орнының рейдтік тобы тексереді. Полицейлер қалалықтардан келіп түскен сигналдар жоспар бойынша да жұмыс істейді. Жыл басынан қалалық қабылдау тарату орнына 800-ден аса үй-күйсіз адам жеткізілді. Городское управление, сержант Кашимов, предъявите ваши документы, уважаемые. Без адвоката я ничего не предъявляю. А при чем тут адвокат? Какой адвокат? Егер қысты күні үй-күй жоқ адамдар жылы үй-жайға келуге тырысса, ал жазды күні керісінше қаңғыбастар өз беттерінше өмір сүреді. Балкондардың астына, құбырларда, жиі көпқабатты үйлердің аулаларында, қоныс алатын бактардың маңында түнейді. Тұрғылықты мекен жайы жоқ мас адамдар қоғамдық тәртіпті бұзып қана қоймай, қалалықтардың саламаттылығына қауіп төндіреді. Полицейлердің мобильді тобы күн сайын оларды жинап, қабылдау тарату орнына жеткізеді. Күн сайын қабылдау тарату қызметкерлер сағат 9:00-ден сағат 19:00-ге дейін үй-жайлар жоқ тұлғалардың паналайтын орындарын аралап, қабылдау тарату орнына жеткізіп, есептер бойынша тексеріп, фото-бейне тіркеуге қойылады. Қажет болған жағдайда медициналық көмек көрсетіледі. Күн сайын қабылдау тарату орнына орташа есеппен 10-12 адам жеткізіледі. Фото, видео есептер, саусақ іздерін алу, өзеудегі қылмыскерлер мен із-түзсіз жоғалғандар базасын бойынша тексеру. Үй-күйі жоқ адамдармен жүйелі жұмыс жиі нақты нәтиже әкеледі. 3 күндік мақсатты жедел профилактикалық іс-шарасы барысында ұрлық мен бұзақылық жасауда күдікті іздеуде жүзген 2 қаңғыбас анықталды. Екеуі де қалалық полиция басқармасының тергеу бөліміне тапсырылды. Жалпы іс-шара өткізу нәтижесінде 3 күн ішінде қабылдау тарату орнына 217 адам жеткізілді. 14 адам тұрақты мекен жайы жоқ санаты бойынша қамалды. 366 адамға дактилоскопия жасалды. Фото есепке 271 адам, видео есепке 315 адам қойылды. Қабылдау тарату орны полицейлерінің іріктеу тобы облыс орталығы аумағында күн сайын таңғы сағат 9-дан кешкі 7-ге дейін тексеріс жүргізеді. Кезекші бөлімнің телефоны 52 92 99. Тұрақты мекен жайы жоқ адамдар немесе кез келген өзгеде құқық бұзушылықтар мен қылмыстар туралы полицияға 102 мобильді қосымшасы арқылы бейне қоңырау немесе мәтіндік хабарлама арқылы хабарлауға болады. Алина Сабырқызы, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.